Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге іші толықтай пісіп шығатын үгілмелі песочный печеньені және де көпшілікке дәмі мен иісімен ұнайтын керемет Ташкент шайын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап мені қолдай отырыңыздар және де үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Печеньенің қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткен ұнға қопсытқыш саламыз және үстіне сары май салып крошка жасайтын боламыз. Май мен ұнды жақсылап араластырып болғаннан кейін жұмыртқа саламыз және кез келген 20% қаймақты салып жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осы жерде айта кетейін, мен кез келген тәттілерге 72,5% жайлау маргаринін пайдаланамын. Өте керемет болып шығады. Сіздерге де жайлау маргаринін пайдалануға кеңес беремін. Міне печеньеміздің қамыры дайын, өте жұмсақ қамыр пайда болды, қолға жабыспайтын. Осыны салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа немесе асығыс болсаңыздар, морозильникке 15 минутқа салып аламыз. Қамырымыз холодильникте тұрған уақытта біз арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм ұнға 100 грамм шекерді саламыз және майды салып, тағы да жақсылап араластырып крошка жасаймыз. Байқағандарыңыздай, біз печеньенің қамырына қант қоспадық, тек крошкасына қосатын боламыз, яғни салмасына ғана қосатын боламыз. Мінекей осымен салмамыз дайын, енді печеньемізді дайындауға кірісетін боламыз. Міне қамырымызды аламыз, мен асығыстау болғандықтан морозильникке 15 минутқа салып алдым. Енді осы қамырды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне қамырды 2 бөлікке бөліп алдық. Енді қамырымызды жұмсақтау болғандықтан ұнның көмегімен, яғни ұн себе отырып, 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Қолжетімді заттардан жасалатын күшті болып шығатын печенье, сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Барлық құрамын, яғни ингредиенттерін төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып алдық. Енді арасына салмамызды салатын боламыз және видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды орайтын боламыз. Және де салмамызды қамырдың шетіне жақындатпай орналастырамыз, өйткені салмамыз сыртына шығып кетеді. Видеодағыдай орап, қамырды бір-біріне біріктіреміз. Жақсылап біріктіріңіздер, сол кезде қамырымыздың арасындағы салмамыз шығып кетпейтін болады. Қамырды жақсылап біріктіріп, енді қамырымызды аунатамыз. Сөйтіп жақсылап осылай басып ауасын шығарамыз және де формасын жасайтын боламыз. Ал енді келесі кезекте бетіне жұмыртқаны жақсылап жағамыз. Барлық жеріне тегізіп жағыңыздар, сол кезде печеньелеріңіз қызарып әдемі болып піседі. Жұмыртқаны жағып болғаннан соң арнайы осындай пышақпен кесеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай печеньелерді қиғаш етіп кесіп аламыз. Егер де бұндай пышақтарыңыз болмаған жағдайда кәдімгі пышақпен кесе берсеңіздер болады. Негізі бұл жерде печеньелерімізге алдын ала кеспей тұрып, узор жасап алу қажет болатын. Мен ұмытып кеткендіктен печеньелерімізді кесіп болғаннан кейін осылай вилкамен узор жасап шықтым. Сіздер алдын ала кеспей тұрып жасаңыздар, сол кезде өте ыңғайлы болып шығады. Печеньелерімізді алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут шамасына пісіріп аламыз. Мінекей печеньелеріміз пісіп шықты. Қалауларыңыз бойынша осындай сахарный пудра сепсеңіздер болады. Енді осы печеньелерімізді керемет Ташкент шайымен ішетін боламыз. Ол үшін бізге қара шай және көк шай қажет болады. Үстіне лимон және де жалбыз қосамыз, және де қалауларыңыз бойынша итмұрын, яғни шиповник қосатын боламыз. Келесі кезекте үстіне науатымызды саламыз және де қайнаған суымызды құйып, шайымызды демдейтін боламыз. Егер де сіздерде апельсин болса, апельсин қоссаңыздар болады, дәмі өте керемет болып шығады. Ташкент шайдың сергітетін әсері бар, өте дәмді дәруменді шай. Кейбір жерлерде бұл шайды махаббат шайы деп те атайды. Мінекей қайнаған суымызды құйдық, енді қақпағын жабамыз. Мінекей Ташкент шайымыз дайын. Құрметті менің көрермендерім, видеоны соңына дейін қарап жатсаңыздар, міндетті түрде өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сондықтан да қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Печеньемізде, шайымызде осымен дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қамыры песочный болып шығатын өте керемет дәмді печенье, бастысы қарапайым заттардан жасалады.
үйге келген меймандарыңызға ұялмай ұсына берсеңіздер болады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр, келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.